өлім деген қара көздер қалалы. Көп қарайсың көрген сайын қадалы. Сондай мектеп. Қарағаның қандай жақсы қараған. Ауыл ескі деп те айта алмайсың. Жаңа деп те айта алмайсың. Жаңа үйлер, ескі үйлер бәрі аралас. Бабатай ауылы Ақмола облысы Аршалы ауданы Арнасы ауылдық округіне кіреді. Ауыл Астана Қарағанды бағытында елордадан 40 шақырым жерде орналасқан. Негізі 1910 жылы қаланған. Халық саны 300-ге жуық. Бірақ мен байқағаным, халық саны әлі де өсуде. Бабатай ауылы Жұмабек Тәшеневтің туған жері екенін білесіздер ме? Жұмабек Тәшенев кім екенін білмейтіндеріңіз болса, елімізде тарихи тұлғаларды зерттеп, фильм, бейнебаян түсіріп жүрген Әлия Әшім есімді журналистіміздің Инста парақшасынан, YouTube арнасынан толық ақпарат ала аласыздар. Ауылды аралап жүріп, осы жерде туып өскен Райхан әжеймен тілдесіп көрдім. Медпункт жоқ. Медпункт жоқ. Бар, но бір-екі ай, бір жыл істей ма кетіп қалады. Қазір міне ертең ауырып қалсам, қайда баратынымызды білмеймін. Сосын таяуда декретке кетті. Оның орнына келді Арнасайдан. Бір жарты сағат отырады, жұмасында 2 рет келеді, вторник пен пятница күні. Амбулатория ештеңе жоқ қонды? Сол амбулаторияның мектептің ішінде. Осы мектеп этажда. Сонда барамыз. Сол. Хорошо, ХПП-міз істеп жатыр. Жұмыс жігіттерімізге. Почта жоқ. Клуб жоқ. Қазір хоть су кішкене бар. Мына көшеде Валихановкада. Жол жоқ. 3 жыл болды. Собранияға барамыз ертең деп. Түсірініп қылап, анау шетінде тұрам мен. Қазір мені қылайын барып. Асфальт істейміз дейді. Бастықтан сұрасаң ертең істейміз. 3 жыл болды, 4 жыл болып қалған шығар. Ал тоқ мәселесі? Свет жанып тұрады. Жанып тұра ма? Желді күндер онда? Тоғанандай қысты күні боран неткенде қатты жел болғанда осы кезде. Бұлай су қазір жақсы істеді. Су постоянный. Центральный, да? Центральный. Оның алдында вақытпен берген. Қазір кішкене соны істеді. Арасында істейтін шаралары бар. Ну, самый главный қазір міне почта жоқ. Қазір не газет оқимын, даже районный газеттер бар ғой қазір, печатает, наверное. Соны оқи алмаймыз. Бұрын оқитынымыз. Қазір ол районда не болып жатқанын білмейміз. Ал бұрын әкеліп нететін, соның бәрін жауып тастады ғой мен. Пенсиямызды аламыз. Аршалыға барамыз, қаладан аламыз. Банкомат дейміз, содан. Мұнда банкомат, онда ештеңе жоқ? Мұнда ештеңе жоқ. Қалаға барамыз. Ана жерде бір дүкен бар, е? Сол дүкен аласыздар ма? Продуктілеріңізді? Мына жерде дүкен, сосын тағы көрсетеді. Бізге мына дүкен алды, сонда да барамыз. Шет жақтағы дүкенге бара алмаймыз, аяғын жете алмаймыз. Қанша уақыттан бері тұрып жатсыз? Туғаннан. Туғаннан тұрып жатсыз, бұл жер Тәшеневтің ауылы дейді, туған жері? Иә. Қазақстан жерін естеп қалған, шекарасын аман алып қалған. Ағам жақсы біледі, көрдім дейді. Мен соны жақында естідім. Осы Бабатай кезінде қыстақ болған екен бұл. Қой біздің бір ауылдан кісі шықты. Ауыл кезінде үлкен болды ма? Совет үкіметі кезінде? Жоқ, үлкен емес. Осындай болды ма? Кішкене ана жақтағы үй салынды. Самый главный лектор келетін, лектор жоқ. Соны Арнасайға бару керек. Оған баруға немене? Газельмен барасың, не жаяу машинаң болса барасың, машинаң жоқ болса. Бәрі жұмыста жүресің. Ай апарып келші. Мектепте нешінші сыныпқа дейін оқиды мұнда? Қанша сынып оқиды мектепте? Ой, білмеймін. Бұрын жақсы білетін, қазір білмеймін. Немерелеріңіз осында оқымай ма? Жоқ. Қалада? Қалада. Қалада оқиды, осын білмеймін. Бұрын өзіміз істегенде білетіміз. Бірақ мектеп істеп тұр, е? 70-75 бар шығар. Пол жудық, техничка болдық. Оның алдында садикті істеген, қандай күшті садик болды біз ана. Аны садиктің? Аха, мына жерде садик. Анау мына жерде не болған? Қоршаулы тұрған? Мынау клуб болған. Ауылдағылар немен айналысады мұнда? Бәрі қалаға барып жұмыс істеп келеді. Кешке қайтып келеді? Мына мектептер істейтін мұғалімдер бар. Бірақ бұл жерден жұмыс орны аз шығар? Басқа мына ХПП-міз бар. Бидай. Үлкен кісілер көп па? Жоқ, қазір шамалы болып қалды. Көп кісі болады. Ал көшіп келіп жатқандар? Көшіп келгендер ол үші бала. Жас емес енді орта. Көшіп келгендер көп, ана шет жақта. Келіп жатыр. Тараздан келіп жатыр.
Жыл жақтан деп жатыр. Жыл жақтан. Солар үй салып нетіп жатыр. Мына жер газ болған соң келетін шығар. Пеш жақпаймыз, анау мынау Содан деп. естіген ғой, аға. Содан келетін болып тұр. Бұрын қиыншылық көп болды, су жоқ, газ жоқ. Ептеп істеп жатыр ғой. Сонда да бізге жетпейді. Самый главный доктор керек. Ал бұрын болды ма мында амбулатория бәрі болды ма? Кішкентай амбулатория сол істеген кісілер олар қайтып кетті. Пенсияға кетіп қалды. Енді жастар келсе, бір ай істемей ма кетіп қалады. Рас шығар. Таныстар болса қалаға барып, сонда емденеді. Ақшалары бар. Біз Аршалыға барамыз. Бұрын Вишневка дейтін Аршалыға барамыз. Үйрене алмаймыз Аршалы. Вишневка деп жүретініміз. 315 автобус дейді, анау шет жақта. Соған барамыз. А былай қазір жүріп тұрады, анау маршрутный. 4 мезгіл жүреді. Мына ауылдың ішіне кіре ме олар? Алдың ішіне кіреді қазір. Кірсе, жақсы екен. Соны істеткізіп алдық қой. Ауылдың ішіне кіріп, ана жерде асфальт бар, сол. Лабораторияның жанына үшін. Адамдар мал ұстадық, қой ұстадық. Қазір жердің бәрін сатып алған, бағатын жер жоқ. Бір-екі үй ғана ұстайды. Мен айтам, городской тип демей бай, сондаймыз. Бар, су бар. Мал ұстамаймыз, бәрін сатып аламыз, сүт деген бәрін сатып аламыз. Бір-екі үй ұстайды. Ол малдар көшеде жүреді. Байқағам, ана шетте бір құлынды бір бие ма бірдеңе ұстап отыр. Сон жерде. Үйінде ұстап отыр. Құлындаған ғой. Абылай олар совхозға неге іздап айтайды? Таяуда құлындаған ғой, соны үйінде ұстап тұр. Абылай как раз күн жылмайды ма? Совхозға жібереді. Сонда бағады. Уалейкум ассалам. Рахмет сізге апа. Аман болыңыз, сау болыңыз. Жақсы, рахмет. Мына жер күшті болып тұр екен. Су сап-сап. Осындай балалар ойнайтын ойын алаң ашқан екен. Керемет. Шыршалар еккен. Жандарына абаттандырып. Қазір ойын алаңында ешқандай балалар жоқ. Мүмкін кешке шығатын шығар. Қазір күн ыстық. Білмедім, бұл акиматтың орнатып берген алаң ба, әлде жеке кәсіпкердің орнатып берген алаңы ма екен. Бірақ керемет. Мына үйдің салынбай қалып қойғанына біраз болған сияқты ғой. Ішіне қойлар кіріп алыпты. Неге қатып қалдың? Достар, көріп тұрғандарыңыздай, ауылда газ бар. Барлық үй газбен қамтамасыздандырылған. Газ деген ол өте жақсы шешім. Бұрынғыдай пеш жағып, күл шығарып, машақаттанып жүрмейсіз. Мына жерде балалар ойнап жүр. Жазғы каникулға келген ғой. Кастеко дейді.
Мынау общагасы шығар. Жатақханасы. Мынау переезд. Ар жақтан трассадан, автобаннан келесіздер. Айналма жолдан. Астана мына жақта. Қарағанды мына жақта. Мынау аялдама. Ең басты аялдама осы ауылдағы Бабатай аялдамасы. Мынау дүкен. Ауылда 2 дүкен бар деген, соның біреуі болу керек. Ералы. Ал мынау Бейбітшілік көшесі. Осы көшемен келдім. Мынаны қараңыздар. Бәрімен қасына келіп жиналып. Шиқылдап білмеймін не сұрап атқанмен. Мына жерде тым жақсы суға түсіп жатыр еді. Бәрі менің қасыма жүгіріп қойды. Не істейсің мен араны? Маған бәрін тығып жатсыңдар. Ауылдың шетіне келдік. Мына жерге де бір үй салып қойыпты. Тұрғызып қойған екен. Бірақ көріп тұрғандарыңыздай жарық келмеген, газдың желісі жоқ. Мына жер қоршалған. Жеке бір кәсіпкер, шаруа қожалығы болуы мүмкін. Темір жол Астанаға дейін барады. Мына жерде тағы қоршалған екен. Мынау қоршалған жер зират екен. Зираттың аумағы үлкен, бірақ мен тек 2 белгіні көріп тұрмын. Мына жерде орыстардың зираты бар екен. Ал қанеке тегіңдер маған. Варта тұрайын. Хоп. Қайсы тегіңдер ал? Давайте. Ал. Жақынан теге бер. Жетпейді о да, жете ме? Ал сол жерін тепші. Давай. Ал Бабатайдың балаларын қарай қалай теп еткен. Оба! Ал. Алихан, Роналду ма? Ол гол салғаннан кейін ху дей ме? Давай, қарай. Давай. Уалейкум ассалам, қалай жатыр? Хоп! Алды, Роналдың істе. Давай. Вау, мықты. Осы ауылда тудым, осы ауылда тұрып жатырмын. Қазір уже почти 62 жыл ғой. Осында тұрып жатырмын. Әке шешем осында болды. Кеткім келмейді осы жақта. Көшіп келіп жатыр. Үй салып жатыр. Келіп жатыр, адам қосылып жатыр. Газ тартылған барлығы. Несін жақсы, удобстволарын істеп жатыр ғой, тіршіліктерін. Көшелерге освещение салып қойды. Акимат жұмыс істеп жатыр қазір. Иә, пойыздың аялдамасы да бар, ана жақта станция деген.
үй салынып жатыр ғой. Ан жақ бұрын вообще үй болмайтын. Ан жақты қарашы. Өзім анда-санда анау көшеге шығып кетсем адасып кетемін. Қай көшеге шығып кеттім деп ойлап отырамын. Қаншама үй салып тастаған ар жақ не болады? Анында айдала. Көрдің бе қаншама? Көп, ар жағы да салынған. Мынау көше барлығы. Ана салынып отқан трасса не трасса? Қай жердегі? Анау не, мынау жана ар жаққа қарай ма? Ол жақтағы анандай бұрын Волгодоновка дейтін. Той келді, сол жаққа баратын. Енді сол Ерейментауға баратын жол болады деп отыр ғой, объездной. Прямой. Ескі мектеп болады ана жерде, барак, барачного типа анандай. Бір қатарлы ма? Иә, Советский Союз кезінде. Енді мынау жаңадан салынған мектеп қой, екі этаж. Қазір сол да мектеп жақсы нетіп жатыр. Газдалайын деп жатыр. Ал мынау не нысан? Мұнда не Мынау істейді? не ғой элеватордікі, ХПП-нің несі, сушилкасы. Анау егінді кептіретін ғой. Жасап тұр. Да, анда-санда істейді ол. Мынау не деді мен 12 жыл істеп тастадым ғой. Осында ма? Да. Сушильный мастер болдым. Шаң тозаң да? Шаңғанда еще там. Міне ауылда екінші дүкен. Вера дүкені. Ауылдың мына шетінде орналасқан. Ал жаңа Ерал деген ауыл магазиніміз, дүкеніміз ана шетте. Ауылда байланыс желісі жұмыс жасайды. Бабатай ауылының мектебі жаңа ағамыздың айтуы бойынша жаңадан салынған екен. Кезінде ол кісілер оққан кезде бір қабатты барак типті мектепте оққан. 8 сыныптық, ал мынау 11 сыныптық дейді. Өзінің жеке котельный бар. Әзірге оқитын балалар саны аз дейді. Бірақ бұрынғымен салыстырғанда көбейіп жатыр. Бұл әрине қуантады. Ауылдардың сақталып қалғаны, ары қарай дами түскені өте жақсы. Керемет. Ауыл қазір демалыста. Балаларда жазғы каникул. Осындай мектеп. Тоқ беретін подстанциясы. Мектепті жаңартса артық етпейді. Бір күрделі ремонттан өткізсе тіпті керемет болады. Ауылда байқалады. Ауылға жан бітіп жатыр. Ауылда балалар саны көп болса, мыналардың барлығы бос тұрмайтын еді. Мына баскетбольный площадка, алаң мүлдем шу өспейтін еді бұл жерде. Күн сайын до ойнап ол жердің барлығы
тегістеліп қалатын еді. Достар, осымен Бабатай ауылы туралы бейнебаяным аяқталды. Арнаға тіркеліп, ұнаса лайк басып, астына пікір қалдырыңыздар. Осы жерде туып өскен адамдар болса, осы жерде тұрып кеткен адамдар болса, өздерінің пікірлеріңізді, жылы сөздеріңізді қалдырсаңыздар, тіпті керемет болар еді. Барлықтарыңызға рахмет, күндеріңізде сәттілік, аман жүргейсіздер.